Қазіргі бұл жердегі еркек балдардың ең жақсы армиясы Ош базары. Аламидин базары, Дордой базары. Бұл армия. Айырге барып ташқы түртсе, о жерде бір 5-10 тиын тапса, кептің, мен бір деңгеге таңғалам, ақыр күндер, Темірлан мырза. Ағай, бір деңгеге таңғалам, азырғы балдар ақша табуды ең бірінші мақсат қылып қойып алғанда, 20 жашында, 15 жашында, 18 жашында ақша табуды бірінші мақсатқа қойғанда, біз ошол армияны бүтіп келгенше ақша табу мәселесін қойған емеспіз. Ақша іштеу мәселесін ешбір қойған емес. Армияны бүтіп келіп, анан кейін трудовой аштырып, анан кейін барып тұрып ақша табу мәселесін, еңбек қылу мәселесін қойғанбыз. Азыр емне 15 жашынан эле емне десе ақша жөнүндө мамлекет. Ақша бар жерде мамлекеттік жоғалып қалады да. Патриотизм. Біздің патриоттығызға шақыру себебі мынау қазіргі оқып жүрген оқуларыңызды жақсы оқу, Қырғызстанға осы жерден еңбек салу, қандай қылып Қырғызстанға салым салам, Қырғыз мемлекетіне салым қошам. Осы жерден оқып шыққаннан кейін эмне болам, қандай қылып мемлекетке пайда келтірем дегеннен башташ керек. Ақша табу емес, Дордой емес, Ош базар емес, башқа емес. Қазірден баштап жақшылап оқу, бұны жерде жанында бір жігіт отырады, осыдан сұрасам қазір айтып атады. Мен жанағы жығаш ұстасы бойынша оқып атам дейді. Бұны оқып болғаннан кейін өзімнің деңгейімді көріп алып дейді. Ары қарай қандай оқу керек екенін деп атады. Бұл айтқан жоқ. Бұл жерден шығып тұрып эле мебель жасаймын деген жоқ бұл. Ары қарай оқып көрем тағы да дейді. Ана армияға барам деп атады. Мына осындай жігіттерден болуштарың керек.